Жақсы әйел таңдау үшін мен ұсынатын 5 қағида. Біріншісі, адамгершілігі және мейірімділігі болу керек. Адамгершілігі болатын болса, кез келген жағдайға адамгершілікпен қарайтын болады. Мейірімді болатын болса, бала-шағаңа, ата-анаңа, саған мейірімділікпен қарайтын, қарым-қатынас жасайтын болады. Екіншісі, білімді болу керек. Әйелің білімі жоғары, көп нәрседен білімі бар болатын болса, ол сенің ұрпағыңды білімді етіп тәрбиелейтін болады. Саған дұрыс ақылдар айтуға септігін тигізетін болады. Үшіншісі, қыздың ар-ұяты, иманы болуы тиіс. Қызды сен ұстай алмайсың, оны ар-ұяты мен иманы ұстайтын болады. Төртіншісі, әйелің эгоист болмау керек. Эгоист, яғни сен өзің ғана ойлайтын адам болса, ол адаммен келісуге мүмкін болмайды. Бесіншісі, осының бәрін айналдырып әкелгенде төзімді болу керек. Өйткені өмір болғаннан кейін біресе өсесің, біресе түсесің, кейде ақша табасың, кейде ақша таппай қаласың. Сондай жағдайда сенің әйелің сенімен бірге ыстыққа да, суыққа да шыдайтын төзімді болуы тиіс. Осы оймен келіссеңіздер, комментарийға келісемін, келіспеймін деп жаза кетіңіздер. Пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіз.